бір күні байдың әйелі күйеуіне: барды, алдар көсені алды. Жетер, оның бізді ақымақ еткені. Ал оны қалай алдауды мен саған үйретем, деді. Бай алдарға келіп: менің мына түйіншегімнің ішінде қою тәтті сүт беретін сиқырлы сиырым бар. Оның сүті ешқашан таусылмайды. Күндіз түні өзі жайылып жүреді. Шөптің де көп керек жоқ. Қарайсың ба? дейді. Алдар ойланып: мақұл, көрсет, деді. Бай түйіншегін ашып қалса, ішінде түк те жоқ. Сонда бай: ойбай, сиқырлы сиырым жоғалды. Бұл не бәле? Сенің көзің тиіп кетті. Үйіңнің табалдырығын аттағаным сол еді. Сиырым жоғалды да кетті. Енді не істейін? Әйеліме не айтам? Кінәлі сенсің. Сиырымды қайтар деп күңіреніп жылай бастады. Жарайды, әрине, сиқырлы сиырым жоқ. Бірақ менде жасартатын тоқпақ бар. Соған айырбастайсың ба? деді Алдар ойланып. Ол қалай істейді екен деп сұрады бай. Оп-оңай, жасарсын деген адамыңды тоқпақпен бір ұрсаң болды, жасарып шыға келеді. Жүр көрсетем, деді Алдар. Екеуі киіз үйден шықса, сыртта Алдардың кәрі жылқысы тұр екен. Түріне қарасаң, орнынан қозғалуға да шамасы келмейтін сияқты. Алдар тоқпағын алып, қаусаған жылқысын қойып қалса, дегенше шаба жөнеліп, көзден ғайып болды. Қараш, құлын да шауып кетті, деді Алдар көсе. Тоқпақты маған бер. Кемпірімді жасартқым келіп тұр. Әбден қартайып кетті, деп бай талап етті. Әрине, тоқпақтан айырылу маған қиынға түседі. Енді қайтейін? Сиқырлы сиырдың орнына ала бер. Бірақ есіңде болсын, неғұрлым қатты ұрсаң, соғұрлым кемпірің жасара түседі, деді Алдар. Бай тоқпақты ала сала үйіне жүгірді. Әйелін тезірек жасартпақ болып жүгіріп келе жатыр. Алдарды оп-оңай алдағанына қуанып келеді. Үйіне келе сала әйелін тоқпақпен ұрғылай жөнелді. Әйелі шошып: ойбай, қақпас, есің дұрыс па? деп айқайлай бастады. Шыда, қаттырған сайын жасарасың, деді бай. Бай әйелін ұрып тоқпағын сындыра жаздады. Екеуі айнаға келіп қараса, кемпір сол қалпында, түк өзгермеген. Тек одан сайын ашуы қайнап, түрі бұзылып кеткен. Әкелш, енді мен көрейін, деп әйелі бар күшімен байды ұрып тоқпақты сындырып жіберді. Кәрі қақпас, Алдар тағы алдады. Ал сенің аузың аңқиып сеніп қалдың. Жүр, не тоқпақты бергенін өзінен сұрайық, деді. Екеуі Алдарға келіп: сенің тоқпағың тым жасартпайды екен, деді. Сиқырлы сөзді айттыңдар ма, деп сұрады Алдар. Қандай сиқырлы сөз, деді бай таңғалып. Енді оның не пайдасы бар? Тоқпақты сындырып тастадыңдар ғой. Оның жасартатын қасиетінің бәрі жойылып кетті, деп қу Алдар жауап берді.